Саламатсыздар ма? Менің аты жөнім Айқожа Алмагүл, 266 мектеп лицейдің физика пәні мұғалімі. Сабағымызға кірісейік. Бүгінгі сабақтың тақырыбы өлшеулер мен есептеулердің дәлдігі. Үлкен және кіші сандарды ықшамдап жазу. Яғни мақсатымыз үлкен кіші сандарды жазған кезде еселік және үлестік қосымшаларды білу және қолдану. Екінші, дененің ұзындығын, көлемін, температурасын және уақытты өлшеу. Өлшеу нәтижелерін, аспаптардың қателіктерін есепке ала отырып жазу. Ғылыми зерттеулерде физикалық шамаларды өлшеудің дәлдігі аса маңызды орын алады. Барлық өлшеу құралдарының шкаласы бар. Шкала құралдағы сандары бар белгілер. Олардың бойымен көрсеткіш құралдың тілі, сұйық деңгейі, жарық сәулесі және тағы басқалар жылжи алады. Құралдың шкаласы бойынша өлшенетін шаманың мәні анықталады. Шкаланың бөліктері бар және жіңішке сызықтармен, яғни штрихтармен сызылған. Бөлік бұл екі жақын орналасқан жіңішке сызықтардың ара қашықтығы. Аспаптардың бөлік құнын анықтау үшін келесі әрекеттерді орындауымыз қажет. Ең бірінші, аспап шкаласындағы кез келген екі мәнді аламыз. Олардың айырмасын табамыз. Екі мән арасындағы бөлік сызықтарының санын анықтаймыз. Айырма нәтижесін бөлік сызықтарының санына бөлеміз. Бұл сан шкаладағы ең кіші бөліктің мәні. Яғни айтқанда, анықтама бойынша бір бөліктің құны болып табылады. Өлшеу қателігіне тоқталамыз. Яғни екі түрі бар. Бірінші абсолютті, екінші салыстырмалы. Енді аспаптардың көмегімен дұрыс орындалған өлшеулердің ең үлкен жаңылысы аспап бөлігі құнының жартысына тең. Яғни мұндағы А деп отырғанымыз өлшенетін шаманың мәні, қайталап айтамын, А дегеніміз өлшенетін шаманың мәні. H деп отырғанымыз өлшеу қателігі. Енді өлшеу қателігі құрал шкаласындағы бөлік құнының жартысына тең шама. Енді бөліктің құнына анықтама береміз. Өлшенетін шаманың өлшеу бірлігімен көрсетілген өлшеуіш құрал шкаласының ең кіші бөлігінің мәні екен. Келесі демонстрацияға назар аударайық. Алдымен сызғыштың бөлігінің құнын анықтаймыз. Қатарында сандары бар көрші екі штрихты аламыз, мысалы 6 және 7. 7-ден 6-ны аламыз да бөліктердің санына 1-ге бөлеміз. Бөліктің құны 1 сантиметр болады екен. Білеудің ұзындығы 6 сантиметрден ұзын, ал 7 сантиметрден аз екендігін анықтадық. Егер де білеудің ұзындығы 6 сантиметр деп жорамалдасақ, біз қателесеміз. Өйткені білеу 6 сантиметрден ұзындау, өлшеу кезінде алынған дәлсіздік өлшеу қателігі деп аталады. Үлкен және кіші сандарды ықшамдап жазу. Бұл дегеніміз математикалық сауаттылықтың белгісі. Яғни өте үлкен немесе кіші санды ықшам жазу үшін оны екі көбейткіштің көбейтіндісі ретінде жазу амалы қолданылады. Мысалы, көл мен жердің ара қашықтығын екі санның көбейтіндісі түрінде жазуға болады. Мысалы, 150 миллион километр. Бұл дегеніміз 1,15 көбейту
оның 8 дәрежесі километрге тең. Немесе километрді метрге айналдырып дәрежеге келтіреміз. Сонда 1 километріміз 1000 метр, яғни 3 дәреже қосылады. Сондықтан 1,5 көбейту 10-ның 11 дәрежесі метрге тең. Яғни бұл шама халықаралық, яғни бұл шама халықаралық бірліктер жүйесі бойынша тең мәніміз біздің. Енді мұндағы 1,15 бұл бірінші көбейткіш, яғни мынау бірінші көбейткіш. Екінші, оның 8 дәрежесі, міне, мынау бұл немесе оның 11 дәрежесі, бұл сандар екінші көбейткіштер. Ал 8 және 11 екінші көбейткіштері деп 10 санының дәреже көрсеткіштері деп аталады. Яғни 8 дегеніміз, 11 дегеніміз дәреже көрсеткіштер. Енді үлкен және кіші сандарды ықшамдап жазуды стандартты жазу деп те атауға болады. Яғни оның n дәрежесі санын, оның n дәрежесі санына көбейтеміз. Сонда 10 n дәрежесі көбейту оның n дәрежесі. Бұл жерде дәрежелер қосылады. Яғни n дәреже немесе керісінше n дәрежені қосамыз. Ал бөлу амалын орындаған кезде оның n дәрежесі бөлу оның n дәрежесі, бұл жерде дәрежелер алынады. Яғни m-нен n-ді аламыз. Міне осылайша жазуымызға болады. Енді үйге тапсырма ықшамдаңдар. Бұл жерде 3600, 25.000, 0,45, 63.000, 0,9 сандарын ықшамдап жазуымыз қажет. Бұл жерде 3600, 25.000, 200 сандары дәрежесі оң сан болады, және 63.000 оң сан болады, ал қалған екі санымыздың дәрежесі таңбасы минус. Осыған назар аударуымыз қажет. Сондықтан үйге тапсырма міне осы. Сабағымыз аяқталды. Сау саламатта болыңыздар.